Енді келесі қадам бізде визуализация және 3D-да көтеруге арналады. Яғни осы 3D-да көтеру үшін бізге аргис, аргистің ішінде арксин деген бағдарлама қосылуымыз керек. Арксинді басатын болсақ, бізде келесідей бағдарлама ашылады. Яғни бұл да бөлек жеке бағдарламалық қамтамасыздандыру. Осы Павлодарская области біз копировать етіп, осы жақта пейсті басатын болсақ, біздің облысымыздың өзгергендігі көзіміз жетеді. Яғни бізде егер ақпараттар шықпай жатса, сіздерде аркмапта оны сақтауды ұмытпаңыздар. Қайтадан кіріп көреміз. Яғни ақпарат сақталмайды, бұны өшіреміз де бағанағы ақпаратқа қайтадан копировать етіп мына жақта қоятын болсақ, қалай өзгереді екен. Яғни біздің аудан өзгергендігі көрініс тауып тұр, иә? Сол бойынша. Енді бұның осы берілген деректердің координаталық жүйесін ауыстырайық, яғни coordinate system, яғни 43-ке ауыстыратын болсақ, келесідей түрге өзгереді. Осы бойынша. Енді осы деректерді біз 3D-да көтеруіміз қажет, яғни көріп тұрсыздар, иә, ол теп-тегіс екендігі. Енді осы 3D-да көтеру үшін propertiesқа кіреміз. Properties'ің ішінде біз base height деген бар. Extraction, осы жақта extrude жасаймыз. Extrude бағанағы соңғы dense бойынша жасап көрейік, яғни окейді басатын болсақ, ешқандай өзгерістер жоқ екендігі анықталды. Енді қайтадан кіріп, оны өзгертеміз. Яғни денсті көбейтеміз, мысалы 100-ге көбейтіп көрейік. Яғни бұл жақта әртүрлі екендігі анықталды. Денс, немесе егер денс, яғни осы деректердің дұрыс немесе дұрыс емес екендігін анықтау үшін басқа да бағаналарды қосып көрейік. Яғни бізде көтеру процесі жүріп жатқандығы анықталды, сол бойынша, яғни аудан бойынша бөлу жүзеге асырылды. Енді поптан бөлек бағанағы денс не үшін көтерілмей жатқандығы, яғни соны анықтауымыз қажет. Яғни бұл жақта өзін қоятын болсақ, ешқандай деректері жоқ, яғни бұл жақта бөлшек сан болғандықтан өте аз мөлшерлер болып тұр. Сол үшін біз оны 10 мыңға көбейтіп көрейік, мұнда қалай өзгереді екендігін анықтаймыз. Яғни сол бойынша міне көріп отырсыздар, иә, бізде деректер өзгергендігі анықталды. Яғни деректерді визуализациялаған кезде сіздер ең алғашында осы ақпаратты қандай түрде көбейту немесе бөлу екендігін анықтауымыз қажет. Яғни қай кезде көбейтеміз? Егер деректеріңіз бөлшек санмен берілетін болса, көбейтеміз, ал егер өте үлкен бүтін санмен берілетін болса, онда бөлу процесіне мән береміз. Яғни көріп отырғандарыңыздай денс ол бөлшек санмен берілген өте аз мөлшер екендігі анықталды. Яғни сол бойынша денсті біз көбейтеміз, попты біз бөлуіміз мүмкін. Яғни сол бойынша сіздерде 3D да көтеріліп, сол бойынша визуализация орындалады.